Сәлем, құрметті аналар. Бүгінгі балаларыңызбен ойнайтын ойын «Балам, егер қолыңды жумасаң» деп аталады. Жалпы мен бұл ойынды танымдық өнегелі ойынға жатқыздым. Өйткені бала көргенін жасайды, қайталайды. Яғни баланы тәрбиелегің келсе, алдымен өзіңді тәрбиеле деп текке айтылмаған деп ойлаймын. Бала ата-анадан көргенін жасайды, соны қайталайды. Біз оларға үлгі өнегеміз. Сондықтан аналар, сіздер осы мендегі тегін шаблонды ала отыра, балаңызбен бірге осы ойынды ойнасаңыздар болады. Бала бұл ойынды ойнай отыра, осы жердегі шаблонға қарасаңыздар, мына жерде микробтардың суреттері көрсетілген, өте қорқынышты, және судың, қолдың бейнесі бар, соларды шығарып, қиып жасағаннан кейін канцелярский пышақпен ана жер мен видеода көрсеткен жерді тесесіздерде соған қолдың суреті шығарылған қағазды да қиып, соны сол жерге өткізіп қоясыздар. Сол арқылы бұл ойын жасалады. Яғни бала қолын жуған кезде микробтары түсіп қалатындығы осыған дәлел видео. Осы ойынды көрсете отыра, ойнай отыра, балаға даладан ойнап келгенде, ойыншықтар ұстағанда, сондай жерлерден келген кезде міндетті түрде қолымызды сабындап жуу керектігін айта отырып, осы видеоны көрсетіп, одан кейін шаблондарды шығарып қиып ойнайтын болсаңыздар, балаға өте түсінікті түрде жеткізіледі. Құрметті аналар, пайдалы болса өте қуаныштымын. Комментарийге қандай ойын болу керегін жаза өтсеңіздер, қуанып қаламын. Лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рахмет.